Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Білдей бір облысты басқарып отырған Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев аяқ асты Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөгісіне қалып қойды. Дәл осы Сапарбаевтың соңғы кездері әлеуметтік желіні шулатып жатқанын естіген боларсыздар. Видеолар тарап кетті. Демпартия жетекшісі Шанболат Мамай өз парақшасында дәл осы Мәшбекұлы Бердібектің баласы туралы жазба қалдырған екен. Бұл суретте Жамбыл облысы әкімі Бердібек Сапарбаевтың ұлы Жансұлтан құны 300 мың еуродан кем түспейтін Феррари автокөлігін тізгіндеп алған. Сапарбаевтың ұлы оқуын бітіре салысымен Қазақмыс басшысының көмекші қызметіне кірісті. 28 жасында Астанадағы Есіл ауданы әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалды. Өмірде қиындық көрмеген, жүздеген мың доллар тұратын автокөліктерді тізгіндеп жүрген нағыз кішігірім ханның баласы. Ал тура сол Сапарбаев басқаратын Жамбыл облысының Жаңатас қаласында шағын ғана пәтерде 7 адам тұрған. Ерлі зайыптылар мен олардың 5 сәбиі. Балалардың үлкені 5 жаста болса, кенжесі 1 жаста. Олардың әке-шешесі қарапайым адамдар екені анық. Балаларымызды қалай асыраймыз, несиені қалай төлейміз деп аз ғана жалақыға күнелтіп жүрген жандар болса керек. Амалсыздан балаларын үйіне тастап кетті. Сол күні үйден өрт шығып, 5 бірдей сәби отқа оранды. Бүкіл елге нағыз қасіретті хабар болды бұл. Неге осындай жағдай орын алып отыр? Себебі Қазақстанда Сапарбаевтардың, Назарбаевтар мен оның айналасындағылардың ғана дәурені жүріп тұр. Қомағай шенеуніктердің құлқынын тойдыру мүмкін болмайтыр. Асап жатыр, жұтып жатыр, қылғытып жатыр, бәрібір тоймайды. Сапарбаевтың ұлы бүгін Феррари мінгісі келсе, ертең Мазераттиге отырғысы келеді. Нұрали Алиевтердің бүгін 500 миллион доллары болса, ертең миллиардер болсам дейді. Осылайша кете береді. Ал оның зардабын тартып отырған 5 баласынан айырылған Астанадағы Сейтер отбасы, Жаңатастағы қарапайым жанұя, миллиондаған адам кедейшіліктің кебінде сол үшін өмір сүруде. Тонаудан қолы босамайтын шенеуніктердің кесірінен әйтпесе 19 миллион халыққа шалқыған өмір сыйлауға еліміздің жағдайы жетіп тұр. Бірақ атты беліндей ұры қарыны тойдыра алмай жатыр әлі де, дейді іштегі өзінің жан айқайын жазбасымен жеткізген Шанболат Мамай мырза. Қалай ойлайсыз? Бұл айтылған жазба жалғыз Шанболат Мамайдың жүрек жарды сөздері ме? Әлде өзге халықта дәл осылай ойлай ма? Сіздің пікіріңіз қандай? Төмендегі комментарийге өз ойыңызды қалдыра кетіңіз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.